Мына жігіттерге айтамын да. Мына білмей алданып үш кемпірге алданғандар бар. Иә, сендердің үрейлеріңді, қорқыныштарыңды түсінемін. Үрейлену ол адамның табиғи инстинкті. Болды, біраз жерге жеттік, күреске, біраз нәрсеге қол жеткіздік. Енді болды, тоқтайық десеңдер де қадірлеріңмен қаласыңдар. Бірақ үш кемпірдің артынан ілесіп, Серікжанға қарсы шапсаңдар, онда ескертпеді демеңдер. Өз обалдарың өзіңе. Серікжан ешкімді аямайды. Серікжан ешкімді аямайды. Серікжан 2 жыл шыдап, құпияны сақтап келді. 2 жыл шыдап құпияны сақтап келді. Серікжан өзі сыйлаған бір ақсақалдың арсыздығын, иттігін көріп отырып, 3 күн ауырып бүктүсіп жатып қалдым. Адамдар соған сөйлейін дегенде, болды, кешірейікші. Кешірейік болды. Оның Серікжанға қарсы бір сөйлеген сөзінен Серікжанның абырой түспейді деді. Бірақ 3 күн бүктүсіп жатып қалдым. Намаз оқып, нәпілімді оқып, тахажжудымды оқып, Алладан күш тілеп орнымнан тұрдым. Мен опасыздықты максимал деңгейде көтере алмаймын. Бірақ бірге жүрген жолдастардың өзіне иттігін көріп отырып, сатқындығын көріп отырып, арсыздығын, екібеткейлігін көріп отырып, мен максимал деңгейде кеңдігімді көрсетемін. Құдай маған сондай кеңдік берді. Жақсы еркектің ішінде алтын ерлі ат жатады дейді атам. Жақсы елдің ішінде алтын бесікті бала жатады дейді. Менің кеудемнің кеңдігі, менің жүрегімнің кеңдігі Құдай берген бір жақсы қасиет ол. Мен өзіме зұлымдық, жауыздық жасаған адамды, арсыздық, екібеткейлік жасап, маған зұлымдық жасаған адамды да 100-ші мәрте кешіре білем. Қытайдың түрмесінен құтқарып келген адамдар бізге арсыздық жасап, опасыздық жасап, мен өсектегенде, мыналарыңды қойыңдар, бұдан кейін өсектемеңдер, жарай ма? Жақсы онда деп, тағы да әлгілердің атағын аспандаттым. Бірақ шегінен шықты ма? Лақтырдым. Бірақ әлі де кейбіреулерді таптап, иттен қадірсіз қылып жіберетін мүмкіндігім бар. Тоқта дедім. Тоқтасаң, болды, тоқтаймыз. Сайрагүлді құтқардық па? Құтқардық. Сайрагүлдің тіпті бүкіл ерлігін айтып, лекциялар оқып, бүкіл Қазақстан қоғамын көтерген кім? Серікжан. Бірақ Сайрагүл қазақтың жерін сартқа сатқанда, Сарткүлсің деп тұрып, быт-шытын шығарған тағы Серікжан. Бірақ Сайрагүлге бір жамандық істеген жоқпыз. Қалай Еуропаға кетті, солай бүкіл ата жұртты тәркі қып, бүкіл теріс айналғанда бір гап болды дедік. Мына Ұрғашы Маймыл Айман Омарова бір барып қайтқанда білдік. Және Еуропада тұратын биліктің маймылдары барып барғыштағанда білдік. Міне. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біз бір нәрседе айтып отырмыз. Біз міне 2 жыл шыдап отырған нәрсені айттық. Әлі де жариялайтын біраз нәрсе бар. Жолдастығымызды ойлап сақтап отырмыз. Айтпадық. 2 жылға дейін райларыңнан қайтыңдар дедік. Бірақ үш кемпір ата жұртқа зұлымдығын, қастығын, арандатуын, біздің кадрларға бізді өсектеуін қоймады. Ресми түрде айтты, біз сені тыңдамаймыз, бөлек кетеміз деп тұрып, тағы ата жұртпыз дейді. Жарайды, ата жұрт атам. Дәлелдеш, істеш, көрсетші бізде. Біз бүйтіп ұялып қалайық, сенің істеген ерліктеріңді көріп, сенің істеген істеріңді көріп, біз ұялып, ішіміз күйіп, қызғанып кетейік. Сөйтіп дәлелдесеңдер, жоқ. Істеген істерің жоқ, істейтін қабілеттерің де жоқ. Ерік жігерлерің жоқ, күш жоқ, энергияларың жоқ. Не істейсіңдер, мен түсінбеймін. Не істейсіңдер? Жарайды, бөлек кет, ілеспе, ілеспегеннің бәрі жау болмайды. Бірақ жаулық істемеу керек едіңдер ғой. Серікжан үндемеген сайын астыңдар ма? Міне, енді бетті жыртатын кез келді. Жаулық істемей, ата жұрттың іргесін қазбай, өз беттерімен жүріп кетсе, бұрын бізде болған, қазір жақсы деп жатыр деп батамызды беріп отыратын едік. Өкініштісі, бізге ашық жаулыққа өткендігі үшін жариялады. Міне. Енді
Сөздің шыны бізде болған жігіттердің біраз бопсаланды мысалы. Көмірқан бір кезде атағын аспандатып едік. Тақиялы шайтан дайындаған жас иіс, 40-тағы жас иіске ұрылып, киембінің камерасына түсіп бопсаланып, көмірқан көмір боп жанып кетті, күлге айналып кетті қазір. Жалпы сарттық гені бар, қаны таза емес, бұтына ие бола алмайтын, бұтты бұлғаған жұртты бұлғайды деген сияқты бірнеше азаматтар сол қатын құмарлығы, қыз құмарлығы менен төсекпен бопсаланып, олар да жаулыққа кетіп қалды. Олардың да бізде анық дәлелдері, аудиолар, деректері бар. Бәрін ашпай отырмыз ғой біз. Енді түсінсеңдер. Себеп сендерді мен жау деп қарамаймын. Жау болуға, Серікжанмен жау болуға тұрмайсыңдар. Серікжанмен жау болуға татымайсыңдар. Орындарыңды біліңдер. Және Серікжанды өсектеп, Серікжанның командасын жалғыз қалдырамын деп, Серікжанды қолдап отырған үлкен ата-апалардан тартып жастарға дейін теріс үгіт жүргізіп, боқтас дей алмайсыңдар. Ата жұрт Қытайдан келген 5 садыра қазақтың ата жұрты емес, жер бетінде бүкіл қазақтың ата жұрты. Бүкіл Қытай атын естігенде дірілдеп отырған ата жұрт. Бүкіл Ресей экспансиясына, орысшылдыққа қарсы ата жұрт. Билік шошып қорқып отырған ата жұрт. Штрафтан штраф салып, билік жұтып алам деп, Назарбаевтың өзі жұтып аламын деп, Серікжанды 2019 наурыздың 10-ы тұтқындап түрмеге тығып, наурыздың 19-ы сағат 19-дан 19 өткенде билігін Тоқаевқа тапсырып берген ата жұрт. Назарбаев та Тоқаевты атын естісе шошитын ата жұрт бұл. Бұл Назарбаев та Тоқаев та Қытайда орысты атын естісе дірілдейтін Серікжан Біләш бұл. Сондықтан бықсық тірліктеріңді, сабан астынан су жүгіртетін тірліктеріңді, күлкілеріңнің арасына қанжар жасыратын аярлықтарыңды, төсекпен бопсаланған арсыздықтарыңды біз ашпай-ақ қояйық. Бізбен жау болмай өз беттеріңше кетіңдер. Біз жүрген тауда сендер жүрмеңдер. Біз жүрген көшеде сендер жүрмеңдер. Жамандамаңдар, өсектемеңдер. Сендерді де біз жамандамай-ақ қояйық. Былықтарыңды ашпай-ақ қояйық. Кім екендіктеріңді елге танытпай-ақ қояйық. Тұлғалықпен ауырсаңдар, ауырыңдар, барыңдар парламентке кіріңдер. Барыңдар қалқараға барып сол Лағманшы Сайрагүл Сартгүлдің қасында отырыңдар. Атақ алғысыңдар ма, алыңдар. Түкіргеніміз бар ондай атаққа. Біз атсыз, атақсыз қазақтың мүддесін көтеріп жүре береміз. Қалтамызда соқыр тиынымыз болмаса да қазақтың мүддесін көтеріп жүре береміз. Сендерге ат керек па? Айлық керек па? Жақсы өмір керек па? Қыдырып саяхаттап жүру керек па, е? Онда бөлек жүре беріңдер өз беттеріңмен. Бізге тиіспеңдер. Сөздің қызығы осы. Сөздің қызығы осы. Менің жауабым осы. Ал тағы қандай сұрақ бар? Тағы қандай сұрақ бар? Ой, бұл. Мен айттым, Серікжанмен ұстасу үшін бір жерлеріңе 3 мәрте қарап алыңдар. Бұрынғы жолдастықтарыңды сыйлап, үндемей отырым. Күрес жолында жүре алмасаңдар, жолыма кедергі болып тұрмаңдар. Күрес жолында бізбен бірге жүре алмадыңдар ма, жау болып алдымнан шықпаңдар. Менің алдымда тек орыс Қытай және орыс құл Қытай құл билік, осы үшеуі тұрса жеткілікті. Ал сендерді жолымда тұратын болсаңдар, аямаймын. Бұрынғы сыйластығымыз күйінде қалып қалыңдар. Бұрынғы еңбектеріңде анда-санда еске алып айтатындай, ертең тарихқа жазатындай деңгейде қалыңдар. Ауылдарыңа барып, қойларыңды бағып, сиырларыңды сауып, қызыл күрең шайларыңды қайнатып, дастархандарыңа қыз келіншектерді, кемпір-кешекті шақырып алып, халал өсек айтып, ара-тұра шампан ішіп, қырындайтын қыздарыңа қырындап, мерседестеріңді айдап алып, Алматының көшесінде жас келіншектерді іздеп жүре беріңдер. Біздің қақымыз жоқ, ол сенің тақырыбың. Ол сенің өз қалауың. Біз Қытайға қарсы, орысқа қарсы, орыс құл Қытай құл зұлым сатқын билікке қарсы күрес жолына шықтық. Бірге жүре алмаған сенің айбың емес. Бірақ бізге қарсы тұрсаң, бізге жаулық танытсаң, айтпады деме. Обалдарың өздеріңе. Тауықтарыңды бағып, қойларыңды бағып жүргендерің дұрыс еді.
Серікжанмен жау болу үшін бір жерге қарау керек қой адам деген. Серікжан өзімен жау болғандарды қандай қылды? Әрбірденген Назарбаевтың биліктен кетуіне дейін халықтың үгіт насихаты рөл атқарды. Қазақстан оппозициясының белді серкесінің бірі, кеше 1 майда туған күні болған Барлық Меңдіғазиевтің өзі Вашингтонда менімен кезігіп, Секе, қаңтарда қазақтардың көтерілуіне сенің үгіт насихатың ең маңызды рөл атқарды деді. Барлыққа рахметімді айттым. Өзі оппозиция, өзі Әблязовтың командасында Барлық Меңдіғазиев, ДБК-ның мүшесі. Өзі сол бізбенен бәсекелес ДБК-да болып отырып, қарсыласымның өзі мені, қарсыласым емес, бәсекелесімнің өзі Секе, қаңтарда көшеге шыққан жастардың дені қазақ тілді, сол қазақ тілді аудиторияда сенің еңбегің елеулі болды. Осы көтерілісте сенің рөлің өте зор болды дегенде мен қолымды кеудеме қойып рахметімді айттым. Міне, Қытайдың санкциясында Атажұрттың рөлі бар ма? Бар. Серікжанның рөлі ең маңызды ма? Маңызды. Назарбаев әулетінің, Назарбаев империясының тасталқаны шығуда Атажұрттың рөлі бар ма? Бар. Қазіргі зұлым Қанішер Тоқаев Атажұртты жұтайын деп жұта алмай, Назарбаев Серікжанды өзі тұтқындап, өзі босатуға мәжбүр болды ма? Мәжбүр болды. Ол Серікжан жай Серікжан емес. Құдай дес бермесе, Құдай дәргейіндегі дәрежесін көтермесе, Серікжан бұндай болмайтын еді. Құдай дес беріп, Құдай дәрежесін көтеріп тұрған Серікжанға алсам десеңдер, ақмақ боласыңдар. Орындарыңды біліңдер, ақмақтар. Жақсы, менің сөзім осымен тәмам. Мен досыма жүрегі ұлпадан мамық, ұлпадан жұмсақ Серікжанмын. Бірақ ұлт мүддесі келгенде тастан қатты, бетоннан берік Серікжанмын. Ұлт мүддесі келгенде, егер ұлтына сатқындық жасаса, туған бауырымды өз қолыммен турап тастаудан тайынбайтын Серікжанмын. Ұлт мүддесі келгенде, ұлттың жауларымен күрескенде, жетәкемді өлтірген, қастаған сатқынмен де, егер одақ болуға тура келсе, одақ болуға дайын Серікжанмын. Мен үшін қазақтың ұлттық мүддесі бірінші. Дос болып, серік болып, бірге жүре алмасаң, жау болып алдымнан шығып қалма. Серік бола алмасаң, қала бер. Ол сенің болмысың, табиғатың солай. Жамбағарлығың, күнкөргішілдің, күнің үшін күлік жейтін әлсіздің, Құдай жаратқанда тума, сені сондай жалтақ, қорқақ, сондай қойса, мен оған кінәлі емеспін. Себебі сені бұл дүниеге әкелуге менің үлесім жоқ. Бірге жүрген күндеріңді бағалайым, сол жеткілікті саған. Бірақ алдымнан шығып қалма, жау болма. Алдымнан шығатын болсаң, жау болатын болсаң, аямаймын. Ешкім емес. Менің сөзім осы. Сондықтан ойбай, Атажұрт кетіп қапты, Атажұрттың қабырғасы қаусап қалыпты, ойбай, Атажұрт қирап қапты деген сөз бекер сөз. Серікжан бар да Атажұрт бар, осыны түсініңдер. Бекзат Мақсұтхан бар. Біздің айнымайтын адал жолдастарымыз бар. Біздің сатпайтын, қорқпайтын қолдаушыларымыз бар. Біз орысқа да, Қытайға да қарсы, орысқұл, Қытайқұл билікке де қарсы Атажұрт болып, қазақ тарихында атымызды алтын әріппен жазған беті қаламыз. Шыдағандар бізбен бірге болады. Шыдамағандар кете берсін. Тарихтан бері солай. Иса пайғамбарды сатқан анау-мынау емес, сол кісінің апостолының ішіндегі Юда болды. Юданың шығуы Исаның әлсіздігі ме? Юда сонда пайғамбар болып тұрып, Юда сияқты сатқынды білмеді ме деп Исаны өсектейсің бе? Ойбай, қай бетім ай. Өзінің сенімді серігінің ішінен Юда деген мүритінің ішінен сатқын шығыпты деп Иса пайғамбарды кінәлайсың ба? Мұса пайғамбар жаратушымен сөйлесуге Синай тауына шығып кеткен азғантай уақыттың ішінде алтын бұзауды Құдай деп табынып кетті. Кім? Ілесушілер. Мұса сөйлесіп кеткен аралықта Құдай деп алтын бұзауға табынып кетті. Міне, надан көп деген сол. Бірақ ақиқат Мұсаның қолында болды.
Мұса сол замандағы ең алпауыт империя Египет империясына, Перғауынға қарсы тұрды. Иса сол замандағы бүкіл әлемді ашса алақанда жұмса жұдырығын ұстаған Рим империясына қарсы тұрды. Ал Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның Алладан уахи келіп тұратын хикмет мұғжизаларына дейін көріп тұрып, ол кісінің жолына түспегендер, уағызына ермегендер болды. Ол Алланың соңғы елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның кемшілігі ма, нашарлығы ма? Жоқ. Алла ол кісіге ақиқатты берді. Ілесушілер ілесті. Азабында көрді, сынағында көрді. Көз алдында ата-анасын турап тастағандарды да көрді. Отқа қақтағандарды да көрді. Сонда иманнан қайтпай пайғамбарды Алла бір, Мұхаммед оның елшісі деді. Ла илаха иллаллах Мұхаммедан Расул Алла деді. Әшхаду ан ла илаха иллаллаху ва әшхаду анна абдуху ва расулу деді. Бітті. Сол жолдан қайтпағандар болды. Алланың пайғамбары Нұх пайғамбардың туған ұлы кәпір болып өлді. Сол Нұх пайғамбардың нашарлығы ма? Біреулер өзінше ата жұрттың мүшелерін табалағансып. Ей, не болды? Бөлініп жатсыңдар ма деп әлгі видеоны жіберіп жатыр екен. Мен сол азаматтарға айттым. Сол табашыл, күлкіге айналдырғыш сүмелектердің бәрінің аты жөнін, телефонын сақтап қойыңдар дедік. Ертең бізге де ермек керек. Жарым жыл тергеп, түрмеге де қамап, сен сол кезде табаш едің ғой деуге бізге де дәлел керек. Біз күрескенде күреспейтіндер бізді өзінше табалағыш. Біз Қытайдың зұлымдығына қарсы күресіп, айдай әлемге Қытайдың қылмысын ашып, қазақ тарихында атымызды алтын әріппен жазып, бүкіл адамзат тарихында атымызды қалдырғанда, біздің қасымыздан табылмақ түгілі біздің атымызды айтудан қорқып отырғандар бүгін табашы бола қапты. Таба жолы тар. Таба жолы тар. Біз күрестік, істедік, ісімізбен дәлелдедік. Сен не істедің? Сенің табалауға, бұны талқылауға не қақың бар? Әрбір деңген кеше бір сасығауыз қатындар Фейсбуктен жазыпты, ойбай ұят болды, неге бөліндіңдер? Мен айттым, сен кімсің десем, мен осындаймын дейді. Әгі балаң мен байыңды, әкеңді Қытайдың түрмесінен біз құтқарғанда, бізге кеп жылап еңіреп рахмет айтқан қатын сенсің ба десем, иә дейді. Бізге рахмет айтып ертес тақиялы шайтанның офисінде қатшы болып отырған сенсің ба десем, иә дейді. Онда біз сенің ақылыңа мұқтаж емеспіз деді. Өзің құтқарған бізге опасыздық жасаған қатын кеше маған ақыл айтып хат жазыпты. Кет жары дедім де бұғаттадым. Оның миы соншалық. Оның тауық миы соншалық қана тауық миы бар қатын, ойбай бөлінбеңдер, олар да жұмыс істеп жатыр дейді. Ол жұмыс істесін, дәлелдесін, көрсетсін. Біз тіпті қызғанып, ұялып қалайық, ойбай, біз істей алмай қалдық деп. Бізге жау болмасын. Принцип осы. Түсінікті. Принцип осы. Енді ата жұрт туралы әңгіме осымен тамам. Серікжан барда ата жұрт бар, Бекзат барда ата жұрт бар. Болды, бітті. Әділетшіл, шыншыл, ақиқатшыл жігіттер барда ата жұрт бар. Біреулер кетті екен деп біздің оғымыз сынып, шаңырағымыз шайқалып қалмайды. Біз барда бар. Құдай барда бар. Біз жігіт сөзінен, жолбарыс ізінен қайтпайды. Біз осы күрес жолында тұрмыз. Енді алжыған кемпірлердің етегіне намаз оқитындар болса, олар өз таңдау, мәжбүрлік жоқ. Өз таңдаулары. Жақсы, басқа не бар? Өмірқан деген кісі алғаш жаралды ғой дейді. Не дейді мынау, қандай сөз? Ей, Өмірқаның Қытайда қазақтың басында не болғанын Серікжан Біләшұлының лекциясынан тыңдаған. Серікжан Біләшұлы сол Өмірқаның дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайында бұл мәселені көтеруден бұрын сол заманда халықаралық ақпарат құралдарында Қытайда қамалған қазақтардың аты жөнін, суретін, құжатын жариялап, бүкіл дүниежүзінің ақпаратына дабыл қағып болған кез. Өмірқан бар болғаны Назарбаевтың алдында отырып, Қытайда қазақтар бүйтіп жатыр екен деді, болды. Ал ол оны қайдан естіді? Ол бір қазақтың үйіне барып, Серікжан құсап арыз қабылдап па? Мәшинесін айдап, Ниссан Алмересін айдап, Жаркенттің тауына барып па? Талдықорғанның тауына шығып па? Үшаралдың
Ана адам жүрмейтін жолына барып жылаған еңіреген қазақтан арыз қабылдап Өмірқан. Соның бәрін қабылдап Серікжан жариялап, Серікжан лекция сөйлеп, өй шетелдегі қазақтар сендер көтеріңдер дегенде, сол кезде Назарбаевтың сүйікті қонағы болып, дүниежүзі қазақтарының 5-ші құрылтайына барып, сонда сөйлеп қалғаны сол. Ол Өмірқандарыңыз кейін Көмірқан болып кетті. Қазір дүниежүзі қазақтар қауымдастығының биліктің маймылдарының сүйікті бендесіне айналып қалды ол. Тағандай сұрақ бар. Басқа сұрақтарыңыз болмаса қоямыз ба? 4 сағатқа жуық сөйлеп, міне 232 минут. 240 минут деген 4 сағат болады. Ой ба. Енді жер бетінде мен Трамптан көп сөйлейтін адам жоқ. Жер бетінде 2 адам бар ең көп сөйлейді. Біреу Трамп, біреу мен. Жер бетінде ең көп сөйлейтін қазақ менмін. Тағандай сұрақтарыңыз бар? Аға, Қытайдан Украинаға бала шағамды алып қашуға бола ма дейді. Жолын тапсаң қаш. Қытайда жуырда сұмдық алапат дүлей заман болады. Экономика бітті, шаруашылық шайқалды. Қытай деген енді сөздің шыны быт-шыты шығып отыр. Енді мына жерде мен Қытайдың видеоларын енді өткенде де көрсеттім. Қазір деген аңырап жатыр Қытайда. Мынау Қытайдың өздерінің экономисттарының өзі дабыл қағып жатыр. Міне Қытайда бүкіл экономика біткен. Мынау сөздің шыны Қытайда деген мына экспорт тоқтаған, үй бағасы құлаған, Қытайлар аңырап жатыр. Экономика енді сөздің шыны сұмдық болып жатыр енді.